Резиденттердин карыздык міндеттемелерин чогулдандыруу және искір алгоритмі боюнча оларды эсепке алуу. Казакстан мен батыс элдерин мисалга ала отуруп. Биринчи, баштапкы жагдай. 1/1 валюта багамы. 2025 жылга 20 мамырдагы жагдай боюнча Казакстан Улуттук банкы белгилеген евронун теңгеге шаккандагы ресми багамы 1 евро үчүн 572,53 теңгени курайды. 1/2 жеке тулгалардын карызы. Халыктын жалпы карызы. 2025 жылдын акпан айындагы жагдай боюнча үй шаруашылыгынын несиелер боюнча жалпы карызы 46,8 миллиард АКШ долларын курады. Бул еврого шакканда 572,53 теңге, орточо айырбастау багамы боюнча шамамен 23,7 триллион теңгеге 41,4 миллиард евро сайкес келеді және 19 миллион адамга шакканда орточо эсеппен 1 миллион 250 мың теңгеге, яғни 2,183 еврого сайкес келеді. Мерзими өткен карыз. 2024 жылғы 1 желтоқсандагы жагдай боюнча Казакстанда тутунушулук несиелер боюнча мерзими өткен берешек сомасы 808 миллиард теңгени курады. Жыл басындагы бул көрсөткүч 575 миллиард теңге болгонмен салыштырганда 40% артык. Аралык корутундулар. Bir адамга орточо несие 1 миллион 250 мың теңге, яғни 2,183 евро және коллекторлар алдындагы орточо карызы 402,695 теңге болса, коллекторларга берилген проблемалык міндеттемелердин үлөсү жалпы несие сомасынын 32%-нан аспайды. Және бул үлөс Казакстандын карызы айтарлыктай өскенүмен турактуу түрдө азайып келеді. Бул коллекторлук тажрыйбесинин өзү тургундардын карыз ауыртпалыгын жеңилдетпейди, тек әлеуметтик шиеленишти күчөйтөдү деген сөз. Жүйөлүк механизмдер кажет және жалгыз чечим искир алгоритми. Заңдуу тулгалардын карыздары. Уюмдардын жалпы карызы Казакстан Республикасынын стратегиялык жоспарлоо және реформалар агенттигинин маалимети боюнча 2024 жылгы желтоқсандын аягында уюмдардын жалпы кредиторлук берешеги 41,574 миллион АКШ долларын, яғни 21,1 триллион теңге немесе 36,8 миллиард евро, ал дебиторлук берешеги 38,957 миллион долларды курайды. Мерзими өткен жалакы боюнча берешек. 2025 жылдың 1 наурызындагы жагдай боюнча мемлекеттик эмгек инспекторлору 1200ден астам жумушчуга төленбеген 328,9 миллион теңге жалакыны аныктады. Бул 2025 жылгы акпанмен салыштырганда 3,4% көп, яғни 318 миллион теңге. Банкроттук. 2024 жылдың желтоқсан айынын соңундагы жагдай боюнча Казакстанда банкроттук рәсими аясында 18,800 азамат төлем кабилетсиз деп танылып, эсептен чыгарылган берешектин жалпы сомасы 50,1 миллиард теңгени курады. Онун ичинде 64 адам сот аркылуу банкроттукка учурап, 5,68 миллиард теңге эсептен чыгарылган. Азаматтардын банкроттук рәсимине жүгүнүүгө итермелеген карыз сомасы 200 мыңнан 2 миллиард теңгеге дейин өзгерди. Соттан тыс банкроттук рәсими эгер карыз сомасы 1600
айлық есептік көрсеткіштен аспаса, берешек 12 ай ішінде өтелмесе, мүлкі болмаса, қарыздар бойынша банкпен есеп айырысу жүргізілсе қолданылады. 2024 жылы банкроттық рәсімінің шеңберінде Қазақстанда мыналар төлем қабілетсіз деп танылды. Соттан тыс банкроттық 11.533 жеке тұлға, сот банкроттығы 135 жеке тұлға. 2024 жылы банкрот деп танылған жеке тұлғалардың жалпы саны 11.668 адамды құрады. Салыстыру үшін 2023 жылы соттан тыс банкроттық 8.255 жеке тұлға, сот банкроттығы 1 жеке тұлға. Осылайша 2023 жылы банкрот деп танылған жеке тұлғалардың жалпы саны 8.256 адамды құрайды. 2024 жылғы банкроттықтар санының 2023 жылмен салыстырғанда өсімін есептеу. Абсолютті өсім 3412 адам, пайыздық өсім 41,3%. Демек, 2024 жылы Қазақстанда банкрот деп танылған жеке тұлғалардың саны 2023 жылмен салыстырғанда шамамен 41,3%-ға өсті. Ішкі және сыртқы қарыз. 2025 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша Қазақстанның жалпы сыртқы қарызы 2024 жылдың басынан бері 1,1 миллиард ақш долларына артып, 164,7 миллиард ақш долларын құрады. Бұл көрсеткіш 2018 жылдан бергі ең жоғары көрсеткіштердің бірі. 2025 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша сыртқы борыш құрылымына мыналар кіреді. Тікелей инвестициялар 91,7 миллиард ақш доллары. Мемлекеттік басқарма органының қарыз 12,7 миллиард ақш доллары. Қазақстан ұлттық банкінің қарызы 2,5 миллиард ақш доллары. Екінші деңгейлі банк қарызы 13,3 миллиард ақш доллары. Экономиканың басқа секторларының қарызы 45,5 миллиард ақш доллары. Ішкі қарызға келетін болса, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің деректері бойынша 2025 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша жалпы мемлекеттік қарыз 31,8 триллион теңгені, шамамен 67,2 миллиард ақш долларын құрады. Оның ішінде мемлекеттік қарыз 30,1 триллион теңге, оның ішінде ішкі қарыз 21,8 триллион теңге, яғни 72%, сыртқы қарыз 8,3 триллион теңге, яғни 28%. Қазақстан ұлттық банкінің қарызы 454,1 миллиард теңге, жергілікті атқарушы органдардың қарызы 1,3 триллион теңге. Жалпы Қазақстанның жалпы мемлекеттік қарызы 2025 жылдың басына шамамен 67,2 миллиард ақш долларын немесе 59,47 миллиард еуроны құрайды. Бұл елдің жалпы ішкі өнімінің 23,7%-на сәйкес келеді. 2. Қазақстандағы борышкер азаматтар. 2/1. Қарыз алушылардың жалпы саны 8,5 миллион астам адам. Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің деректері. 2/2. Мерзімі өткен берешегі бар 1,6 миллионнан астам адам. 2/3. Атқару өндірісі. 2024 жылдың 9 айында 1,2 миллион іс қозғалды. 2/4. Тұтыну мақсатындағы несие
қазақстандықтардың несиелік ұйымдарға 22 триллион теңгеден, яғни 38,43 миллиард евро астам қарызы бар. Соңғы жылдары енгізілген түрлі шектеулерге қарамастан, тұтынушылық несиелердің көлемі өсуде, деп хабарлайды. Қорытынды: әртүрлі бағалаулар бойынша Қазақстанның 3-4 миллион азаматы 21,05% қарызға қатысты күрделі мәселелерге тап болып отыр және бұл көрсеткіш өсуде. Үшінші, Қазақстандағы заңды тұлғалар борышкерлер. 1/3 қарыз алушылардың заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер саны 2025 жылғы сәуірде 708 мың қарыз алушы, 2/3 төлем мерзімі өткен қарыз алушылардың үлесі 21,1%. 3/3 заңды тұлғалардың банкроттығы. 2024 жылы корпоративтік банкроттықтың 8570 жағдайы тіркелді. Қорытынды: проблемалық берешегі бар ұйымдардың саны 150 мыңнан асады және өсуде. Дереккөздер: Қазақстан ұлттық банкі күнделікті бағамдар деректері үй шаруашылығының қарызы, Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі коллекторларға берешек жеңілдіктері, Қазақстан Республикасы стратегиялық жоспарлау және реформалау агенттігі ұйымдардың кредиторлық берешегі, еңбек инспекциясын мемлекеттік қолдау, жалақы бойынша берешек, Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер комитеті. 4. Есеп айырысу ұсынысы. 4/1 Қазақстан резиденттерінің үй шаруашылықтары, компаниялар, мемлекет барлық міндеттемелерін ішкі және сыртқы біріктіру борышкерлер мен компания менеджерлерін искр алгоритміне қосуға мотивация болады. Қазақстандық қатысушылардың әлеуетті саны 6 миллион адамға дейін қамқоршылықты қоса алғанда. 4/2 Қазақстан Республикасы үкіметінің немесе оның аймақтық басқару органдарының Дримикс холдинг құрылымының бірінші және екінші деңгейлерінде искр операторы мен бірлескен келісім-шарттық компанияларды, үйлестіру топтары және басқарушылық компаниялар құруы, сондай-ақ ұлттандыруға балама схемасына сәйкес өңірлерде бұрыннан бірлескен келісім-шарттық компанияларға акционерлер ретінде кіруге болады. 4/3 Қазақстан үкіметінің немесе өңірлік басқару органдарының қатысуымен құрылған бірлескен келісім-шарттық серіктестіктердегі қатысу үлестерін ескере отырып, сондай-ақ бұрын жасалған цессия негіздемелік келісімін ескере отырып, искр операторының қарыз алушыларға қатысты талаптары, ұстаушылар мен цессия шарттарын жасау. 4/4 жоғарыда аталған цессия шарты жасалғаннан кейін, цессия шарты тиісті талаптардың сомасына Қазақстан үкіметінің тікелей немесе өңірлік басқару органдары арқылы борышкерлерге қатысты талап ету құқықтарын искр операторынан цессионариядан сатып алуы бойынша автоматты түрде күшіне енеді. Қайта сатып алу 2040 жылға қарай 15 жыл өтеу мерзімі аяқталатын жаңа борыштық бағалы қағаздарды шығару арқылы жүзеге асырылады. Жалпы сома қарыздың 130%, яғни 59,47 миллиард евро, шамамен 77,31 миллиард евроға тең. 4/5 цессия шеңберлік келісіміне сәйкес шығарылған борыштық бағалы қағаздар активтер ретінде банктердің цессия шарттары бойынша ассистенттер балансына есептеледі.
Бұл резиденттерге бұрын қолданылған қарыздардан 100% толық құтылуға және экономикалық нақты секторын дамытуды ынталандыру үшін жалпы соманың 30%-ға дейінгі мөлшерінде жаңа пайызсыз несиелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл ретте қатысушылардың қарыз мәселелерін реттеуге қатысты білдірген тілектері ескеріледі. Ондай несиелердің жалпы көлемі 23,19 миллиард евроға 23,19 миллиард евро жетуі мүмкін. Азаматтардың банк қарыздары туралы толығырақ ақпарат веб-сайттан алуға болады. Қарыз бойынша сомаларды есептеу калькуляторы қарыз қалған сомалары бойынша 4/6 экономиканы дамытуға бөлінген қосымша несие ресурстарының жалпы сомасының 23,19 миллион евро, 695,79 миллион евро және 463,86 миллион евроны құрайтын 3% және 2% тиісінше өңірлік үйлестіру компаниялары және басқару компаниялары пайдасына қалдырылады. Қалған 28,5% искр операторының банк шотына толтыру ретінде және талап ету құқықтарын сатып алу үшін аударылады. Алгоритм бойынша талап ету құқықтарын сатып алуға және сатып алуға бөлінген жалпы соманың 30% аясында болады. Бұл жаңа несие беруден түскен қаражаттың 95%, яғни 30%-дің 28,5% банктерден олардың клиенттерінің қарыз алушылардың өтініші бойынша бірден искр операторының банктік шотына, мысалы Германияға аударылады. Бұндай механизм несие беру жүзеге асырылатын елде несие эмиссиясының қаупін жояды. Көрсетілген қаражат искр алгоритмі бойынша технологиялық жабдықты уақытша әкелу, жаңа тауар массасын құру және сату арқылы қарыз алушы ел экономикасының нақты секторын дамытуға бағытталатын болады. 4/7 цессия шартына сәйкес кредиторлар искр операторының цессионерге өкіліне қарыз алушылардың несиелерін қамтамасыз ету ретінде ұсынылған кепілге қатысты барлық құжаттарды беруге міндетті. Соның ішінде шетелдік резидент еместердің бағалы қағаздары. 4/8 искр операторы ішкі тізілімде қалыптастыра отырып, цессия шарттары бойынша өзінің иелігіне алынған шетелдік резидент еместердің барлық бағалы қағаздарын есепке алуды және шоғырландыруды жүзеге асырады. Цессия шеңберлік келісіміне сәйкес бұл рәсімнің мақсаты осы активтерді Қазақстан үкіметіне немесе оның өңірлік құрылымдарына шетелдік резидент еместермен екі жақты борыштық міндеттемелерді өзара есепке алуды жүзеге асыру үшін искр операторының өкілдері арқылы кейіннен беру болып табылады. 4/9 Қазақстан алдында жалпы потенциалды өзекті қарыздар. Шетелдік құрылымдардың қазақстандық ұйымдар алдындағы берешегі туралы деректер несиелерді, депозиттерді және басқа да қаржы құралдарын қамтитын өзге инвестициялар бөлімінде берілген. Алайда бұл көрсеткіштер бойынша толық ақпарат ашық дереккөздерде жоқ. Қазақстан ұлттық банкінің ресми сайтында жарияланған ресми есептеріндегі ақпаратқа сәйкес елдің сыртқы активтері 2025 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 2024 жылдың басынан бері 10,3 миллиард ақш долларына ұлғайып, 198,4 миллиард ақш долларымен немесе 175,58 миллиард евроны құрайды.
Мындай өсімге шетелдік компаниялардың, шетелдік инвестициялық қорлардың және ақша нарығы қорларының капиталына қатысу құралдарын, сондай-ақ резиденттер портфеліндегі шетелдік компаниялардың борыштық бағалы қағаздарын сатып алу және құнының өсуі ықпал етті. 4-10 Қазақстан алдындағы қарыздардың жалпы потенциалы мен Қазақстан резиденттердің сыртқы қарыздарының көлемі 8,3 миллиард теңге немесе 14,50 миллиард евро арасындағы айырмашылық шамамен 161,08 миллиард евроны құрайды. Бұл салыстырмалы түрде жалпы әлеуметтің 92%-ына сәйкес келеді. Бұл сома үкіметтің сыртқы қарыздары болашақта өтеуге арналған резерв ретінде ескерілуі мүмкін. Бұл оларға жоғарыда көрсетілген бағалы қағаздардың 208,36%-ын, жалпы сомасы 77,31 миллиард евромен қамтамасыз етеді. 4-11 175,58 миллиард евро сомасы қазақстандық резиденттердің сыртқы және ішкі қарыздарының жалпы көлемінің шамамен 295%-ын, яғни 59,47 миллиард евро құрайтындықтан, қалған 195%, атап айтқанда 116,11 миллиард евро Искр алгоритмінің нақты бейбітшілік экономикасын дамыту аясында қосымша сақтандыруға жатады. 4-12 16 триллион ақш доллары немесе 14,16 триллион евро деп аталатын екінші пассивті қақтығыссыз жою үшін осы Искр ұсыныстарында көрсетілген логика мен есептеулер негізінде түрлі зардап шеккен елдердің үкіметтерінің борыштық бағалы қағаздарды шығарудың жалпы сомасы 18,41 триллион евроны қажет етеді. 4-13 ақш-тың жалпы мемлекеттік қарызын 35 триллион ақш доллары немесе 30,97 триллион евро деп есептейтін болсақ, оны жанжалсыз реттеу үшін 40,26 триллион евро көлеміндегі мемлекеттік борыштық бағалы қағаздарды шығару қажет болады. 4-14 әлемдік қарыз. 4-14 2024 жылдың мамыр айында жарияланған Халықаралық қаржы институтының деректеріне сәйкес, жалпы әлемдік қарыз рекордтық көрсеткішке 315 триллион ақш долларына жетті. Бұл өткен 90-мен салыстырғанда 1,3 триллион долларға өсті. 4-14 қарыздың өсуі экономикасы дамыған және дамушы елдерде қарыз алудың ұлғаюымен байланысты. Жаһандық қарыздың өсуіне ең үлкен үлес қосқан салымшылар ақш, Жапония, Қытай, Үндістан және Мексика болды. Дамушы елдерде жалпы қарыз 106 триллион ақш долларынан асты. Сонымен қатар өсімнің 2 триллион долларынан астамы Қытайдың өзіне ғана тиесілі. 4-14 IMF есебінде фискалдық тапшылық пандемияға дейінгі деңгейден жоғары болып қалатыны және 2024 жылы жаһандық қарызға тағы да 5,3 триллион ақш долларын қосады деп күтілуде. 4-14 жоғарыда айтылғандардың негізінде 350 триллион ақш доллары немесе 309,73 триллион евро көлеміндегі жаһандық қарызды есепке алу қажет. 4-15 309,73 триллион евроны құрайтын жалпы жаһандық қарызды қарастыратын болсақ және оны Искр ұсыныстарында көрсетілген логика мен есептеулерге сүйенсек, қақтығыссыз реттеу үкіметтерден жалпы сомасы 454,99 триллион ақш доллары немесе 402,65
триллион евро болатын борыштық бағалы қарыздарды шығаруды талап етеді. 4.16 Искр алгоритмі бастапқыда кіріс үшін жарысты қамтамасыз етпейтіндіктен, оның механизміне саудадан теңгерімдеу деп аталатын қаражатты күнделікті сауда мөлшерлемесінің 50% мөлшерінде 4%, яғни күніне 2% қосуды қамтамасыз етпейтіндіктен, Линдон Ларуштың мәлімдемесіне сәйкес квадриллион ақш долларына бағаланады. Дүниежүзілік қаржы жүйесінің бірден-бір нақты құтқарылуы мен қажетті трансформациясына айналады. Бұл екінші пассивті 16 триллион ақш долларын зерттеу ғана емес, сонымен бірге 350 триллион ақш доллары немесе 309,73 триллион евро көлеміндегі жаһандық қарызды жабу туралы. Бұл екінші пассивті жою тұжырымдамасы және Искр алгоритмінде сәйкес әрекеттесу шеңберінде жүзеге асырылады. Қарыз бойынша саналы сомаларды есептеуге арналған калькулятор. Бар ресурстардың 2000 триллион ақш долларынан немесе 1,770 триллион евродан асатын болса, 402,65 триллион евро 22,74% көлемінде қажетті мемлекеттік борыштық бағалы қағаздарды шығаруға болады. Бұл құжаттар кейіннен өліп бара жатқан жаһандық сандық өсу жүйесін алмастыратын сапалы дамудың жаңа жаһандық жүйесі аясында бейбіт, мол және гүлденген қоғам құруға бағытталған Искр бағдарламасына сәйкес әлемдік нақты экономиканың дамуы есебінен нақты активтермен қосымша толтырылатын болады. Ұсынылған жүйелік ұсыныстар ақш президентінің ұлттық қарызды біржақты тәртіппен есептен шығару бастамалары мен салыстырғанда конструктивті екені анық. Өйткені соңғысы тек Америка Құрама Штаттарының мүдделеріне қатысты. Қалыптасқан жаһандық экономика жағдайында мұндай ұсыныстар жүйелік мәселелерді шешпейді және Искр тұжырымдамасында көзделген сандық өсудің ескірген жаһандық жүйесінен сапалы дамудың жаңа жүйесіне көшуді көздейді. 14.7 ақш президенті Дональд Трамп 2024 жылы биткоинді ақштың мемлекеттік қарызын өтеу үшін пайдалану мүмкіндігі туралы бірнеше рет айтты. Ол кейін Американың 35 триллион долларынан асты. Fox Business'ке берген сұхбатында ол былай деді: "Кім біледі, бәлкім біз 35 триллиондық долларлық қарызымызды өтеп, оларға кішкене криптографиялық чек, біраз биткоин беріп, сол қарыздан құтыламыз." Трамп сонымен қатар ақш үкіметі тәркілеген цифрлық активтерді пайдаланып, биткоиндердің стратегиялық қорын құруды және оларды сатпай құндылық қоймасы ретінде сақтауды ұсынды. Микростратегия атқарушы төрағасы Майкл Сейлор 2025 жылдың наурыз айында Ақ үйде өткен саммитте ақш цифрлық активтер мен биткоинді стратегиялық сатып алу үшін нақты нормативтік база арқылы ондағы 10 жылдықта 100 триллион ақш долларына дейін экономикалық құнды ашуға болатын стратегияны ұсынды. Әсер: екінші пассивті пайда болған теңгерімсіздікті жою, сондай-ақ Искр алгоритмі шеңберінде жаһандық борыштық міндеттемелерді жою арқылы әлемдік қаржы жүйесі тұрақты даму траекториясына өтуге мүмкіндік алады. Бұл траектория молшылықты құруға, тұтынуды кеңейтуге және жалпы әл-ауқатты арттыруға бағытталған. Мұндай
дамуға көшу нақты экономика саласындағы жобаларды ауқымды іске асыру арқылы жүзеге асырылады. Оның жағдайында халықты қысқартпау, керісінше оны көбейту және шығармашылық процестерге белсенді қатысу экономикалық және әлеуметтік жағынан тиімді болады. Нәтижесінде жаһандық деструктивті үлгілердің іргелі негіздері жанжал, қорқыныш және адамға деген өшпенділік ұғымдарын қоса алғанда бұзылады. Сонымен қатар климаттық қауіптер туралы сауатсыз теориялар және жер бетіндегі деп есептелетін дұшпандық күштердің азаматқа шабуыл жасауының алдамшы сценарийлері өзектілігін жоғалтуда. 5. Герман Герингтің дәйексөзі. Міне ең жиі келтірілген дәйексөз. Халық әрине соғысты қаламайды. Бұл түсінікті. Бірақ түптеп келгенде саясатты ел басшылары анықтайды. Адамдарды соғысқа тарту әрқашан өте оңай. Ол демократия болсын, фашистік диктатура, парламент немесе коммунистік режим болсын. Сізге тек адамдарға шабуыл жасалатынын айтып, пацифистерді патриоттық емес және елді қауіп төндірді деп айыптау жеткілікті. Ол барлық елдерде бірдей жақсы жұмыс істейді. Дереккөз бұл мәлімдемені американдық психиатр Густав Гильберт Нюрнберг соты кезінде күнделіктеріне жазған. Дәйексөз 1946 жылғы 18 сәуірдегі жазбада келтірілген. Гильберт камерасында Герингпен сөйлесті. Дүниежүзілік соғысты тудыратын заманауи қауіп-қатердің алдын алу тек ескірген сандық өсу жүйесін алмастыратын сапалы дамудың жаңа жаһандық жүйесіне негізделген бейбіт даму экономикасына көшу арқылы ғана мүмкін болады. Бұл көшу Искр бағдарламасын жүзеге асырудың арқасында мүмкін болды. Искр ұсыныстарын іске асыруды кейінге қалдыру немесе елемеу енді миллиондаған адамдардың тағдыры туралы мәселе емес, миллиондаған адамдардың өміріне тікелей және нақты қауіп төндіріледі. Александр Шмидт 25.05.2025 жыл